Қайырлы күн 5-ші сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен бастайтын кіріспе сабағымызда ежелгі Қазақстан тарихының кезеңдері туралы ақпарат аламыз. Ежелгі Қазақстан тарихының маңыздылығын анықтайтын боламыз. Ежелгі тарих қандай кезеңдерден тұрады? Ежелгі тарих адамзаттың ең ұзақ тарихи кезеңін қамтиды. Ғалымдар еңбек құралдарының жасалу ерекшелігіне қарай Қазақстанның ежелгі тарихын тас, қола және темір дәуірлеріне бөледі. Тас дәуірі, ерте тас дәуірі, палеолит, біздің заманымыздан бұрынғы 2,16 миллион, біздің заманымыздан бұрынғы 12-ші мыңжылдықтар. Орта тас дәуірі, мезолит, біздің заманымыздан бұрынғы 12-5-ші мыңжылдықтар. Жаңа тас дәуірі, неолит, біздің заманымыздан бұрынғы 5-3-ші мыңжылдықтар болып бөлінеді. Мыс тас кезеңі, энеолит, біздің заманымыздан бұрынғы 3-2-ші мыңжылдықтар деп аталады. Қола дәуірі, біздің заманымыздан бұрынғы 2-1-ші мыңжылдықтар аралығын қамтиды. Темір дәуірі, біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасырдан біздің заманымыздың 6-ші ғасырлар аралығын қамтиды. Тарихта уақыт қалай есептеледі? Тарихи уақытты көрсетуде күн, ай, жыл, ғасыр, мыңжылдық деген өлшемдер қолданылады. Жылдар араб сандарымен беріледі. Мысалы, 05, 09, 2026 жыл және тағы басқа. Ғасырлар рим сандарымен беріледі. 1, 2, 3 және тағы басқа. Бірінші жылға дейінгі уақыт біздің заманымыздан бұрынғы деп айтылады және БЗБ деп қысқартылып жазылады. Өткен өмірді қалай анықтап білеміз? Тарихи оқиғаларды білу үшін әртүрлі деректерге сүйеніп зерттеулер жүргізіледі. Олар заттай деректер, ауызша деректер, жазбаша деректер болып үшке бөлінеді. Заттай деректер ежелгі қоныстар мен қалалардың орны, еңбек құралдары мен қару-жарақтар, әшекейлер мен киімдер және тағы басқалар. Ауызша деректер аңыздар, ертегілер, шежірелер, жыр-дастандар және тағы басқалар. Жазбаша деректер тасқа, қышқа, металға, қағазға және тағы басқаларға жазылған мәтіндер. Археология ғылымы нені зерттейді? Археология грек тілінен аударғанда ежелгі ілім деген мағынаны береді. Археолог ғалымдар ежелгі адамдардың үңгірлерін, тұрақтарын, қоныстарын, бекіністерін, қалаларын, кен орындарын, жерленген қорымдарын зерттейді. Олардан табылған деректерді сұрыптап, қай дәуірге, ғасырға жататын, кімдерге тиесілі болғанын анықтайды. Тапсырма: алған білімімізді бекіту үшін сол жақтағы ұғымдарды оң жақтағы жауаптармен сәйкестендірейік.